Salamatсыздармы? Бүгін менің туған атым Ержан Ілиясұлы, руханиятым Марат Хешиямадасы. Бүгін 2021 жылы 26 ақпанда Шри Шримад Ачи Бхактивиданта Свами Прабхупаданың Science of Self-Realization деген кітабының қазақша жан тану ғылымын оқып талқылай бастаймыз. Арнау. Фәни тұрғыдан қарасақ, сүйікті рухани ұстазымыз, тәлімгеріміз, әрі жан досымыз Шри Шримад Ачи Бхактивиданта Свами Прабхупада 1977 жылы 14 қарашада бұл дүниеден өткенімен шын мәнінде ол үнемі бізбен бірге. Рухани ұстазбен тәні вапу арқылы және өсиеттері бани арқылы қатынасатын екі жолы бар деп Шрила Прабхупада жиі айтушы еді. Рухани ұстаздың тәнімен кейде қатынассақ, кейде қатынаса алмаймыз. Керісінше, онымен өсиеттер арқылы үнемі қатынаса аламыз. Баспагерлерден. Келесі баспадан. Шрила Прабхупада кім деп жиі қоятын сұрақтарға жауап табу қиын. Өйткені үйреншікті фәни атақтардың ешқайсысы да оған жараспайды. Әр кездерде оны ғалым, философ, мәдени елші, қарымды жазушы, діни жетекші, рухани ұстаз, сыншы, киелі әулие деген шынымен де осының бәрі болған оның бойында, бұлардан да асқақ қасиеттер тұнып тұрушы еді. Әрине біздің лезде байып кетуді көксейтін рухани аңқаулығымызды пайдаланып, шығыс руханилығын балықтырып, әдемілеп, буып-түйіп, батысқа қымбат бағамен сатып жүрген бизнесмен гурулармен үш қайнасы сорпасы қосылмайтын Шрила Прабхупаданың бірегей ерекшелігін ешкімде ешқашан шатастырмас еді. Олардан мүлдем ерекше, терең зерделі, интеллектуал әрі рухани сезімтал, шын әулие саду Шрила Прабхупада рухани өлшемінен айырылған қоғамның тамын терең ойлап аяушылық білдірді. Адамзатқа білім беру мақсатымен Индияның рухани классикалық ұлы шығармаларының мән-мазмұнын баяндайтын Шрила Прабхупаданың 80 том түсіндірмелері мен аудармалары ағылшын тілінде басылып, әлемнің 90 тіліне аударылуда. Жалғыз өзі 1944 жылы шығара бастаған Back to God Құдайға қайта оралу журналы бүгінде ағылшын тілінде ай сайын 500 000 данамен таралып, басқа тілдерге аударылуда. Жантану ғылымы кітабына арнайы әріптеліп енгізілген интервью, лекция, эссе хаттардың бәрі дерлік бірінші Back to God журналының беттерінде жарияланған. Осыдан 5000 жыл бұрын ұлы данышпан Вьясадева жазып қалдырған көне веда шастраларын Шрила Прабхупада осы кітабының беттерінде түсіндіреді. Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам сияқты классикалық веда шастраларынан текстерді емнерген жиі келтіретін көреміз. Ішкі жан дүниелерін танитын ұлы ұстаздар мыңдаған жылдар бойы беріп келген білімді, яғни ішкі жан дүниеміздің, табиғаттың, жаһанның және бәрінің іші сыртын бірдей қамтушы параматманың, жоғарғы сананың сырын ашатын дәл осы мәңгі бақи білімді бүгінгі ағылшын тілінде жеткізеді. Бүгінгі әлеміміз бен өмірімізге ауадай қажет, маңызды жантану ғылымын айдан анық қарапайым шешен тілмен сендіре дәлелдейді. Осы кітапқа енген 39 мақаланың ішінен біз Шрила Прабхупаданың Америкаға келген бетте жазған тамаша өлеңдерін жантану ғылымын зерттеу жөнінде атақты кардиолог пен хат алмасуын, жанның денеден денеге ауысуы жайында Лондон радиостанциясының сұрақтарына қайтарған жауаптарын, London Times газетіне берген интервьюіндегі шын гуру мен жалған гуруды бір-бірінен айыра білу жолын ескертулерін, Кришна мен Христ туралы Германияның Бенедиктин монахымен әңгімесін, параматма, жоғарғы сана мен карма заңын көкөй көзімен көре білуін, жетекші орыс ғалымымен рухани коммунизм жайында әңгімелесуін және бүгінгі ғылымның дүмшілігін әшкерелеуі жайында шәкірттермен сырласуын естиміз. Бұл кітапты көңіліңізге жаққан кез келген жерінен бастап оқи беруіңізге болады. Түсініксіз терминдер мен атаулар кітаптың соңындағы атау сөздікте түсіндіріледі. Жантану ғылымы ішкі жан дүниеңізді нұрландырып, көкөй көзіңізді ашады. Келесі алғы сөз.
Shri Shrimad Achi Bhaktivedanta Swami Prabhupadaның өмірімде жүздескендердің ішіндегі ең ерекше таңғажайып жан екенін бір көргеннен аңғардым. 1966 жылы жазда Нью-Йорк шаһарында бірінші рет жүздестік. Бір досым мені Манхэттен Бауэриге егде жастағы Индиан Свамидің лекциясын тыңдауға шақырған еді. Шеткері лас, қараңғы түкпірде лекция оқитын Свамиға қызығып кеткен мен сол араны тауып алып, көзге түссе көрінбес баспалдақпен ақырын көтерілген сайын қоңыраудың шылдырына ұқсас ырғақты бір дыбыс анық естіле бастады. 4-ші қабатқа жетіп есікті ашқанымда Свамидің отырғанын көрдім. Мен тұрған тұстан шамамен 15 метрдей қараңғы ұзақ бөлменің қарсы шетінде сәл көтеріңкі орында отырған оның жүзі де, қызғылт сары шафран түсті киімі де кішкентай шаммен нұр шашып тұрды. Жас мөлшері 60-қа таяғандай көрінсе де, малдасын құрып, еңсесін тік ұстап, айбарлы қалпында отырды. Шашы тақырланып, алынған оның айбынды жүзі мен қызғылт мүйізді көзілдірігі өмірін оғымен өткізген монахқа ұқсатады. Көзі жұмулы, қол бараманымен сүйемелдеп, санскритше мантраны нәзікті жұмсақ дауысымен баяу әндетуін аяқтаған сәтте тыңдаушылар әнді іліп әкетіп, ілешіла шырқай жөнеледі де, осылай алма-кезек айнытпай әндете береді. Бірнешеуі әлгенде менің құлағыма жеткен қоңыраудың шылдырына ұқсас дыбыс шығарғыш мыс табақтар ретінде бірін-бірі соғып ойнап отыр екен. Өз көзіме өзім сенбей сүйсінген мен ақырын арт жаққа жайғасып, әнге қосылмақ ниетпен күтіп отырдым. Бірнеше минуттан соң Свами алдында жатқан санскрит тіліндегі қалың томнан әлденелерді ағылшынша түсіндірумен лекциясын бастады. Анда-санда кітаптан дәйексіз оқыған ол көбіне жат қайтып отырды. Құлаққа майдай жағынды бейтаныс тілдің әр сөзін тәптіштеп, егжей-тегжей түсіндірді. Ғалымша сөйлеген оның сөз қоры философиялық атаулармен сөз тіркестерін шебер атастырып жатты. Әсем былғаған қолдары мен шабыттана құлпырған бет әлпәш ишараттары оның лекциясын одан әрмен әрлендіріп күшейте түскендей. Мен дін емеспін, Индиян емеспін, сіздер Американ емессіздер, бәрімізді рухани жандармыз деген тақырыпты тары бұрын соңды естігендерімнің ішіндегі ең салмақтысы еді. Лекция аяқталған соң бейтаныс мейман маған Индияда басылған кітапшаны берді. Кітапшадағы фотосуретте Свами Индияның премьер-министрі Лала Бахадур Шастраға 3 кітабын сыйлап тұр екен. Фотосуреттің төменгі шетінде Индияның барлық мемлекет кітапханалары осы кітаптарын сатып алуға тиіс деген Лала Бахадур Шастри мырзаның сөзі келтірілген. Тағы бір кітапшада премьер-министр өте маңызды істендіріп жүрген Шри Шримад Ачи Бхактивиданта Свами Прабхупаданың кітаптары адамзатты құтқару үшін бағалы үлес қосуда депті. Свамидің Индиядан әкелген кітаптарының әр данасын сатып алдым. Мұқабаларындағы қысқаша мазмұндарын кітапшасы мен басқа да кітаптарын оқып шыққан соң, Индияның ең қадірлі рухани көсемдерінің бірімен жүздескенімізді түсіне бастадым. Алайда мұндай аса лауазымды джентльменнің не себепті Бауэриге қоныстанып лекция оқып жүргенін түсінсем бұйырмасын. Жоғары білімділігі Индияның ақсүйек жанұясында туғаны көрініп тұр. Сонда осыншама тақыр күйде кедейше күй кешінің сыры неде? Мұнда неліктен келді? Осы сұрақтарыма жауап табу үшін бірнеше күннен соң түстен кейін кездесуге келдім. Шила Прабхупадан соңыра осылай атай бастадым. Менімен сөйлесуге уақыт тапқанына қайран қалдым. Тіпті күні бойы сөйлесуге де әзір сияқты көрінді. Жылы ниетпен сырласып отырып, 1959 жылы Индияда дүниені тәрк ету сатысына өткен оған өз қажеті үшін ақша табуға ақшасын сақтауға тиім екенін түсіндірді. Көп жыл бұрын Калкутта университетін аяқтап, үйленген, кейін ежелгі веда дәстүрі бойынша жанұясы мен шаруасын ересек ұлдарына тапсырып, дүниені тәрк ету сатысына өткен соң таныстарының көмегімен Синдиат Steamship компаниясының Жаладута жүк кемесімен тегін өтуге келісіп, бір қорап кітап пен ауыстырар киім-кешегі және сол кезде $7 жуық рупиймен 1965 жылы 17 қыркүйекте Мумбайдан Бостанға келіп жетеді. Рухани ұстазы Шримад Бхактисидхант Сарасвати Такура Индияның веда ілімін ағылшын тілінде сөйлейтін әлемге үйрет деп
тапсырыпты. 69 жасында Америкаға келуіне ынталандырған осы екен. Америкадағы Индияның музыкасы, аспазханасы, тілдері тәрізді түрлі өнерлерін үйреткім келеді дегенде хайран қалдым. Шила Прабхупаданың шағын жұқа төсеніште ұйықтайтын, ал киімдерінің бөлменің түпкі жағындағы келген жіптерге ілініп, түскі күннің көзіне кеуіп тұрғанын аңғардым. Киімін өзі жуып, Индияда өзі ойлап шығарған ғажайып 4 қабат кастрюлінде бірден 4 түрлі тамақ пісіреді екен. Бөлменің екінші жағындағы көне ықшам жазу машинкасының маңында қол жазбалары толып жатыр. 24 сағатта 20 сағатын мен сатып алған 3 томның жалғасын жазуға арнайды екен. Рухани өмір энциклопедиясы болып саналатын осы Шримад Бхагаватамды 60 том етіп шығаруды жоспарлапты. Кітаптарын басып шығаруға тілектестігімді білдірген мен әр сенбі сайын оқытатын санскрит тілі сабақтарына және дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндері оқитын кешкі лекцияларына шақырды. Шақыруын қабыл алып, алғысымды жаудырып, таудай талпынысына қайран қалып қайттым. Осы кездесуден кейін бірнеше аптадан соң 1966 жылы шілде айында Шила Прабхупаданың әжептәуір мәдениет төңіректегі екінші авенюге көшуіне көмектесу мүмкіндігіне иелендім. Достарымызбен бірге ақша жинап, бұрын бірінші қабаты шағын дүкен болған, ал екінші қабаты пәтерінің терезесі шағын аулаға қараған үйді жалға алдық. Лекция мен мантраны әндету жалғасы берді де, 2 аптаның ішінде тұрақты келушілер саны күрт өсіп, енді храмға айналған шағын дүкен мен пәтерді бар қажетімен қамтамасыз ете бастады. Енді ізбасарлардың кітапшаларын басып таратуға баулады. Харе Кришна мантраны ұзақ ойнайтын күйтабаққа жазуға шақырған дыбыс жазу студиясының иесімен келісімін берген Шила Прабхупада зор жетістікке жетті. Жаңа храмында мантраны әндету, веда философиясы, музыка, жапа медитация, бейнелеу және ас әзірлеу секілді өнерлерді үйретіп жүрді. Алдымен асты өзі әзірлеген, ол үнемі өз өнегесімен үйретіп жүрді. Нәтижелерінде өмірімде бұрын соңды татып көрмеген ең дәмді вегетариан тағамдарын тамсана таттым. Шила Прабхупада тағамдарды өзі үлестіретін. Әдетте тамағымыз күріштен, бұқтырылған көкөністен, чападидан, құрғақ шелпектен және дәмдеуіштермен дәмделген дал, мұң, аспұршағы жарылған аспұршақ көжесінен тұратын. Ги, яғни қайнатып тортасын айырған кілеге қаймақ майы, дәмдеуіштер, қызу мөлшерінің қатаң сақталу сияқтылар асты аса дәмді етіп шығаратын осы күнге дейін білмеппін. Құдайдың мейір шапағаты дегенді білдіретін осы прасада асының ерекше дәмділігін бәріміз бірдей бір ауыздан мойындаппыз. Шила Прабхупададан классикалық Индия стилінде бейнелеу өнерін үйреніп жүрген бейбітшілік корпусы қызметкерінің кенепке майлы бояумен салған жоғары сапалы суреттерін көріп қайран қалдым. Философиялық айтыс пен қисынды логикада Шила Прабхупада бәрін жеңетін және еш жалықпайтын, қажымайтын. Кейде 8 сағатқа дейін созылатын айтыстар үшін тіпті аудармасында доғарып қоятын. Жұмыс істейтін, тамақ ішетін және қалыңдығы 2 дюйм поролон төсеніште ұйықтайтын оның ықшамда кіршіксіз таза бөлмесінде кейде 7-8 адам сығылысып отыратынбыз. Қарапайым өмір сүріп асқа ойлау дегенін үнемі құлағымызға құюдан жалықпайтын Шила Прабхупада өзі де дәл осылай өмір сүріп бізге өз өнегесімен үлгі көрсететін. Рухани өмірдің жай әншейін сезім сентимент емес, соқыр сенім емес, керісінше қисынды логикаға негіздеу арқылы дәлелденетін ғылым екенін ерекше ескертетін. Ай сайын журнал шығара бастаған Шила Прабхупада мен оның ізбасарлары жайында жылы лебізді мақала мен фотосуреттері 1966 жылы күзде New York Times газетінде жарияланды. Бірнеше күннен кейін Делиде даршылар жаңалықтар түсіріп әкетті. Шила Прабхупада мен жайын шейін жүздесудің өзі жігерлендіріп жіберді. Шила Прабхупада йогадан я мантраны әндетуден екілікке кенелгім келгеннен бе, әлде балаша сүйсінуінен бе, әйтеуір одан бір елі қалмай үйрене берім келетін. Болжап білуге болмайтын батыл жоспарлары іске аспайтын сияқты көрінгенімен үнемі таңғажайып табыстармен аяқталатын.
69 жасында Америкаға құр қол келгеніне қарамастан, енді бірнеше айдың ішінде бір өзі Кришнатану қозғалысын бастады. Ақылға сыймайтын жетістік. Тамыз айының тамылжыған бір таңында 2-ші авенюдегі храмда Шила Прабхупада бізге бүгін Тәңір Кришна дүниеге келген күн деді. Түн ортасына дейін ауыз бекітіп, храмда қалдық. Сол кеште көктен түскендей сау етіп кіріп келген Индия қонақтарының бірі жер жүзінің басқа бір түкпірінен нағыз Индияның кішкене бөлігін тапқанына қуанышы қойнына сыймай көзіне жас алды. Мұндайды таңғажайып түстерінде де көрмеппін деп Шила Прабхупаданы жер-көкке сыйғызбай мақтап, алғысын жаудырып, садақасын қалдырып, табанына жығылды. Бәріміз терең әсер алдық. Сәлден соң әлгі джентльменмен хинди тілінде сөйлесуін түсінбесем де, Шила Прабхупаданың әр сөзі, әр мен қимылы ішкі жан дүниемізді тереңіне тежетіп жатқанын аңғардым. Сол жылы сәл кейінірек Сан-Францискодан салып жіберген алғашқы авиабилетіммен Шила Прабхупада Нью-Йорктан ұшып келді. Әуежайда жиналған үлкен топ 12 Харе Кришна мантраны әндете қарсы алып, әуежайдан Голден Гейт паркының күншығысындағы жаңадан жалға алған дүкенші храмға алып келдік. Нью-Йорктегі храмға ұқсас мұнда өз мәнеріміз қалыптасқан еді. Шила Прабхупаданың қуанышы қойнына сыймады. Бірнеше аптадан соң Индиядан Сан-Францискоға бірінші мриданга, екі жағына мембранасы бар ұзыншақ балшық барабан келіп жетті. Шила Прабхупаданың пәтеріне көтеріліп хабарлағанымда, бекбөзі шарасынан шыға жасаурай, жайнап толқылы үнмен мені тезірек төмен түсіп, жөнелтімді ашуымды өтінді. Лифтімен бірінші қабатқа түсіп, есікке қарай беттегенімде Шила Прабхупада алдымнан шыға келді. Мриданганы көруге асыққаны сонша, баспалдақпен жүгіре түсіп лифтіні басып озыпты. Жөнелтуімді ашуымызды өтінген ол, қызғылт сары шафран түсті киімін жыртып алып, сол матамен мриданганы орап мембранасын ашық қалдырып, мұна матаны ешқашан шешіп алмаңдар деп мриданганы ойнау және мриданганы күтіп ұстау нұсқауларын егжей-тегжей үйрете бастады. 1967 жылы Сан-Францискода Радхаятра күйме арба шеруін мерекелей бастаған Шила Прабхупаданың арқасында бүгінде дүниежүзі мерекелей бастады. Индияның Джаганната Пуриында 2000 жылдан бері жыл сайын тойланып келе жатқан Радхаятраның Сан-Францисколықтардың әйгілі мейрамына айналған сонша, 1975 жылы Сан-Франциско шаһарының мері Сан-Францискодағы Радхаятра күні деп ресми жариялады. 1966 жылдың соңына қарай шәкірт қабылдай бастаған Шила Прабхупада маған Құдай емес, Құдайдың қызметкері ретінде қараңдар деп бірден сақтандырды. Шәкірттерін өздеріне Құдайдай табындырып, жалған ат жамылып жүрген гуруларды өте арзан құдайлар деп әшкерелейтін. Сіз Құдайсыз ба деп сұраған біреуге, жоқ, мен Құдай емеспін, Құдайдың қызметкерімін деп жауап берген Шила Прабхупада бір сәт ойға шомған соң, шынында Құдайдың қызметкері емеспін, Құдайдың қызметкері болуға тырысушымын. Құдайдың қызметкері болу ойыншық емес деген еді. 70-ші жылдары күрт өскен Шила Прабхупаданың аудармалары мен басылымдарына дүниежүзі ғалымдары жылы лебізді пікірлерін жаудырып, Американың университеттері мен колледждері оқу бағдарламаларына енгізді. Шила Прабхупаданың жазған 80-ге жуық кітаптарын шәкірттері 90 тілге аударып, жарты миллиард данасын таратты. Жер жүзінде 108 храм орнатты, 10 мың ізбасарларын шәкірттікке бағыштады. Миллиондаған ізбасарлары жолына түсуде. Шила Прабхупада жер бетінде сүрген 81 жасының соңғы күніне дейін жазу мен аударуын жалғастыра берді. Шұбап келіп жүрген шығыстанушы ғалым, гуру, мистик, йога мен медитация инструкторлары сияқтылардың бірі болмаған Шила Прабхупада өз бойында тұндыра құйып алып келген тұтас бір мәдениетті батыс елдеріне енгізе білген данышпан. Басқалардың бақыты үшін өз қарабасының қамын толық құрбан еткен шын жанашыр әулиені бірінші рет көруіміз. Өзі үшін өмір сүрмеген ол тек өзгелер үшін өмір сүрді. Рухани ғылым, философия, іс жүзінде шешімін таба білу, өнер, тілдер, ведаша өмір сүру, тазалық гигиенасы, нәрласпен тамақтану, медицина,
etikeet әдебі, жанұялы өмір, ферма шаруашылығы, әлеует құрылымы, мектепте оқыту, экономика, тағы сол сияқты көптеген керек нәрселердің бәрін үйреткен Шрила Прабхупада менің сүйікті ұстазым, әкем, жан досым. Шрила Прабхупадаға мәңгі бақи қарыздарымын және қарыздарымды ешқашан өтей алмаймын. Алмасам да, ең құрығанда оның кітаптарын басып шығару және тарату арқылы көкейтесті арманын орындап жүрген өзбасталарына көмектесу арқылы қолымнан келген ризашылығымды білдіруге тырысудамын. Бір жолы мен ешқашан өлмеймін, кітаптарымда мәңгі өмір сүремін деген Шрила Прабхупада 1977 жылы 14 қарашада бұл дүниеден өтсе де мәңгі өмір сүруде. Майкл Грант, Мукунда Госвами.